Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 2023 жылы жарық көрген «Еще один удар» фильмі. ақш билігі Вашингтон қаласының орталығында жарылмақ болған лас бомба туралы ақпарат алады. Бұл бомба елге кеме арқылы жүк контейнерлерінің бірінің ішінде жеткізілген. Террористердің сыбайластары жойылғанымен, контейнер ашылған кезде оның ішінде ешқандай бомба болмай шықты. Бұл тек адастыру үшін жасалған жалған із еді. Жүкті Минамантура компаниясы тасымалдаған. Ал оның жүкті әйелі бұл туралы ештеңе білмейтінін айтады. Осы кезде әуежайға ұлттық қауіпсіздік агенті Дженнифер Ломакс келеді. Порттағы операцияны дәл осы агент басқарған болатын. Белгісіз себеппен Мансур отырған ұшақ әскери базаға емес, дәл осы әуежайға қонуы тиіс болады. Мансур ең қауіпті қылмыскерлер ұсталған құпия түрмедегі қанды қырғыннан керемет жағдайда аман қалған еді. Ал оның әйелі Найша экстремист күйеуінің өзіне жақындағанын қаламайды. Ол 4 айлық жүкті, бірақ Мансур мұны да білмеген. Әскери теңіз жасағының сарбазы Джейк Харрис Мансурды құтқарамын деп бүкіл тобынан айырылды. Әлдекім жалдамалыларға сол құпия түрменің орналасқан жерін айтып берген. Демек олардың арасында сатқын болуы мүмкін. ЦРУ қызметкері маршал Джейкке өз әскери базасына қайтуға бұйрық береді. Өйткені сол қанды оқиға үшін кінәні соның мойнына іліп қойған еді. Лейтенант әйеліне хабарласып, үйіне қайтуға дайындалып жатқан. Бірақ сол кезде ол әуежай ғимаратына кірген күдікті адамдарды байқап қалады. Көп ұзамай қаруланған топ әуежайда ЦРУ агентін атып өлтіреді. Олар әуежайды басып алуға дайындалып жатыр. Джейк пен Разор 3 қарулы адамды жойды. Қалғандары олардың соңынан оқ жаудырды. Сол кезде тағы бір агент қаза тапты. Мансурды әуежайдан шығару үшін күзет тобы автотұраққа жетуі керек еді. Бірақ жалдамалы әскерлер көліктерге оқ жаудырып, тағы бірнеше адамды өлтірді. Дегенмен ең маңыздысы, Мансур аман қалды. Алдыңғы жол жабылып қалғандықтан Джейк жолды тазарту үшін көліктен секіріп түседі. Агент Хупер оған оқ астында қалқалап көмектесті. Алайда атыс кезінде әйел жараланып қалады. Найша дәрігер болғандықтан агентке алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Жүргізуші трассаға шығып кетуге тырысуы керек еді, бірақ алда тағы бір тұзақ күтіп тұрған. Сонда Джейк әуежайға қайта оралуға бұйрық береді. Бірақ ғимараттың қасына келгенде олар жан-жағынан қоршауға түседі. Алдарында келе жатқан көлік гранатамен жарылып кетеді. Ал Хупердің жарасы тым ауыр болып, ол қан жоғалтудан көз жұмады. Жалдамалылар көлікті қоршап алады, бірақ атпайды. Өйткені оларға Мансур тірі керек сияқты. Сол кезде бір содыр балғамен көліктің әйнегін ұра бастайды. Джейк ашылған жерден бірден 2 жауды атып түсіреді. Ғимарат жағынан ЦРУ агенттері оларды оқпен қорғаштайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, жүргізуші көлікті кері жүргізіп, әуежай ғимаратының жанына жақын тоқтайды. Мансур мен Джейк әуежай ғимаратының ішіне жүгіріп кірді. Джейк оларды қорғап қалып, Найшаға 911-ге қоңырау шалуды бұйырды. Бірақ байланыс шықпады, шамасы сигналды әдейі бұғаттап тастаған. Сондықтан сырттан көмек күту мүмкін емес еді. Бұл кезде жалдамалы қарулы топ ғимараттың ішінде мақсаттарын іздеп жүрді. Джейк олардың біреуін атып түсіріп, оның қаруын алып алды. Ал Мансур мен Найша жәшіктердің арасымен жасырын жүріп, содырлардың көзіне түспеуге тырысты. Бірақ көп ұзамай қарулы адамдар Мансурды тауып алып, оны өздерімен бірге жүруге бұйырады. Бақытына қарай, Джейк жақын жерде болған. Ол бір содырды атып өлтіріп, екіншісінің мойнына пышақ сұғып жібереді. Сірә бұл араб жігіт бомбаның нақты қайда екенін білетін сияқты. Амин, умоляю, скажи ему, что он просит. Ни за что. Он сразу нас кинет. Он защищает нас только из-за того, что я знаю. Дрейк Мансурдың қолындағы кісенді шешіп, оған бронежилет кигізді. Ал әйел үшін бронежилетті өлген жаудың бірінен өзі шешіп алмақ болды. Бронежилеттен бөлек Мансур бір тапаншада тауып алды. Бұл қару оған әлі керек болады. Олардың соңына түскендер жай адамдар емес, нағыз кәсіби сарбаздар. Бұлар бұрын ақш армиясында қызмет еткен, ал қазір жеке әскери компанияда жұмыс істейді. Олардың басты мақсаты Мансурды мүмкіндігінше тез табу. Өйткені небәрі 1,5 сағаттан кейін ақш президенті конгресс алдында сөз сөйлейді. Жалдамалылар көп адамынан айырылғанымен, олардың қатарында әлі де 40 қарулы жауынгер бар. И Данбар, не сэркай мне, мы не в армии. Топтың басшысы Джексон әуежай директорының жанына келіп, оларға көмектесуді бұйырды. Осылайша арнайы жасақ бақылау камераларының архивіне қол жеткізді. Джексон камералардан Мансурды байқап, директорды өз адамдарын сол жаққа алып баруға мәжбүрледі. Өйткені жалдамалылар үшін әуежайдың іші нағыз лабиринт сияқты еді. Осы кезде біздің 3 адам, Джейк, Мансур және Найша ұсталып қала жаздады. Бірақ директор әдейі жалдамалыларды басқа жолмен алып кетті. Сол кезде Амин шындықты мойындады. Контейнердегі жүк арнайы жасалған жалған із болған. Ол өзін біреулер аңдып жүргенін байқап, бомбаны жеткізудің тәсілін өзгерткен. Бұл туралы ешкім білмейді, тіпті оның координаторы да. Джейк ЦРУ қызметкері маршал мен басқа агенттерге жетуді жоспарлайды. Ал әуежай директоры бұл жерде небәрі 1 ай ғана жұмыс істеген, сондықтан ол да жолдарды жақсы білмейді. Карта болмаса, бұл лабиринттен шығу қиын.
Джейк жолай мүмкіндігінше жалдамалыларды жойып отырды. Бірақ олар әуежайдың барлық дәліздерін толтырып тастаған, сондықтан қозғалу өте қиын болды. Бір кезде ашуланған содырлар директорды атып өлтіріп тастайды. Үшеуі алға қарай жүгіріп кетеді, ал Джейк біраз уақыт жалғыз өзі атысып, оларды қорғайды. Кейін ол бір кілт карта тауып алып, соның көмегімен олар әуежайдың техникалық аймағына кіре алды. Біраздан кейін Джейктің оқ дәрісі таусылып қалады. Мансур болса өз тапаншасын беруден бас тартады. Бақытына қарай, Джейктің жанында жарық дыбыстық граната болған. Ол соны пайдаланып қарсыластарына шабуыл жасап, қолма-қол ұрысқа кіріседі. Қалған жауларды Джейк жаңа қолға түскен қарумен атып түсірді. Бірақ қарсыластары тым көп болғандықтан, олар шегінуге мәжбүр болды. Бір мергенді тіпті Мансурдың өзі атып өлтірді. Ақыры олар маршал мен оның адамдарын тауып алды. Джейк тағы да Мансурдан бомбаның қайда екенін айтуды сұрады. Өйткені тек сол арқылы ғана ол әйелін және болашақ баласын құтқара алады. Ұлттық қауіпсіздік агенті Ломакс та жараланған, бірақ оның өміріне қауіп жоқ. Найша барлық жараланғандарға көмектесіп жүр, өйткені ол фельдшер болып жұмыс істейді. Ломакс болса сатқын маршал болуы мүмкін деп күдіктенеді. Ал маршал да оған қарсы күдік айтады. Өйткені порттағы операция ешкіммен келісілмеген. Сонда Ломакс бомба сол жерде болатынын қайдан білген? Осыдан кейін маршал тапаншасын Ломаксқа бағыттап, оған қаруын тастауды бұйырады. Это вы? О чем ты? Мансур Ломакстың даусын бірден таныды. Террорлық шабуылды жоспарлаған кезде телефон арқылы сөйлескен адам дәл осы Ломакс болған. Амин, ты должен быть уверен. Это она, точно она. Вы велели собрать материалы, сделать бомбу и отправить в Штаты. Вы даже самолет сюда повернули. Вы знаете, что бомба тут. Стой. Что? Ақыры Мансур шындықты айтып берді. Ол бомбаны дәл осы әуежайға жібергенін мойындады. Сол сәтте жеке әскери компанияның ЧИФ жауынгерлері шабуылға көшті. Қатты атыс басталды. Мансур еңбектеп әйеліне қарай жылжи бастады. Оның жанында ЦРУ агенттері бірінен соң бірі құлап жатты, бірақ ол тек Найшаны құтқаруды ғана ойлады. Найша қашып үлгерді, бірақ Мансурдың өзін жалдамалылар ұстап алды. Оған көмектесу үшін Джейк келді. Алайда теңіз арнайы жасағының сарбазын ұрып есінен тандырып, шамамен 3 метр биіктіктен төменге лақтырып жіберді. Сол кезде әуежай қызметкері қорыққаннан бір жалдамалыға оқ атты. Бірақ сол әрекет үшін жалдамалылар оны бірден атып өлтірді. Сколько нынче стоит предать свою страну? Держи своих парней на позициях. И напомни им, что мы играем за одну команду. Ломакс Мансурдан бомба салынған контейнердің нөмірін айтуды талап етеді. Президенттің конгресс алдында сөз сөйлеуіне бар болғаны 1 сағат қалған. Ал әуежайда мұндай мыңдаған контейнер бар, сондықтан нақтысын табу өте қиын. Содан кейін Ломакс өзінің жоспарын ашып айтады. Радиоактивті қауіп төнген кезде елдің бүкіл жоғары билігі бір жерге жиналады. Сол кезде Ломакс олардың саусақ іздерін және басқа да биометриялық деректерін алады. Ал сол деректер арқылы олар елдің стратегиялық қару жүйесіне қол жеткізуді жоспарлап отыр. При его помощи мы поставим США на колени. Ты хоть представляешь, что это значит для нужных иностранных покупателей? Ломакс лас бомбаны тек қауіптің шынайы екенін көрсету үшін жарма. Сол арқылы Капитолийді міндетті түрде эвакуациялатпақ. Ол Мансурдың аяғына оқ атады. Бірақ Мансур азапқа шыдап, бомбаның қай контейнерде екенін айтпайды. Сонда Ломакс оның әйелін әкелуді бұйырады. Алдымен Найшаны табу керек. Оның кілт картасы жоқ болғандықтан, алысқа ұзап кете алмаған. Жақын маңда көлеңкеде Джейк тығылып, қолайлы сәтті күтіп тұрады. Найшаны тез тауып алады, бірақ теңіз арнайы жасағының сарбазы оны қорғайды. Джейк бір қарсыласын жеңіп, басын жерге соғып, кейін бірнеше рет атып көзін жояды. Ол жалдамалының киімін киіп, жасырын әрекетке көшеді. Енді оған Найшаның көмегі қажет. Егер олар сәтсіздікке ұшыраса, көп адам қаза табады. Оның ішінде Найша мен Мансур да бар. Найша өзін қашуға тырысып жатқандай көрсетеді. Осылайша Джейк Ломакстың қай жерде екенін анықтайды. Бұл уақытта Ломакс Мансурды азаптауды жалғастырып жатқан. Енді кезек Найшаға келеді. Ол Джейкке әйелдің бронежилетін шешуді бұйырады да, қаруын оған бағыттайды. Содан кейін жауыз әйел жүкті Найшаның ішіне соққы беруді бұйырады. Мұны көрген Мансур шыдай алмай, ақыра бомба тұрған контейнердің нөмірін айтады. Мақсатына жеткен Ломакс оның кісенін шешеді. Енді Мансур камера алдында мәтін оқуы тиіс. Ол өзін ұлының өлімі үшін ақштан кек алып жатқан қатыгез террорист ретінде көрсетіп, жалған мәлімдеме жасауға мәжбүр болады. Өйткені бастапқыда бәрі расында солай болған. Мансур әйелінің өмірін сақтау үшін амалсыздан келісіп, айтқанға көнуге мәжбүр болды. Вы увидите страдания и смерть, как видели мы. Мансур өз рөлін өте сенімді ойнап шықты, бірақ Ломакс оны сол сәтте-ақ атып өлтірді. Қанішер әйел өз адамдарына Найшаны да өлтіруді бұйырады.
Бірақ дәл сол кезде Джейк өзін әшкерелеп, бірден 2 жауынгерді жойып жібереді. Жан тәсілім етер алдында Мансур әйелінен кешірім сұрайды. Ал Джейк уақытты жоғалтпай, терактінің алдын алу үшін асығуы керек. Ол әуежай ішінде жүретін пойызға мініп, жүк терминалына соңғы аялдамаға қарай жол тартады. Эй, Миллер! Где остальные? В том вагоне. У нас нет солдата Миллера. Джейкті әшкерелеп қойды, бірақ соған қарамастан ол вагон ішіндегі барлық содырларды қырып салды, тек топ басшысын ғана тірі қалдырды, оны есінен тандырып тастады. Сосын Джейк пойыздан секіріп түсіп, аяқталмаған құрылыс ғимаратына тығылады. Жалдамалылар оны қуып барады. Қараңғылықты пайдаланып, Джейк бірінің артынан бірін үн-түнсіз жойып отырды, біреуінің тамағын кесіп, кейін дәл солай басқаларын да көзін құртады. Соңында тек бір командир қалады. Қару істен шығып қалғандықтан, олар қолма-қол ұрысқа көшеді. Джейк саспай, қарсыласын шығып тұрған темірге шаншып өлтіреді. Әбден шаршаған сарбаз ұшу жолағына жетіп, жалдамалылар жедел жәрдем көлігіне тиіп жатқан контейнерді көреді. Олар радиация деңгейін тексеріп, ішінде расымен лас бомба бар екенін анықтайды. Бұл жерде сигналды бөгейтін құрылғылар істемеген сияқты, сондықтан Джейк генералға хабарласып, террористердің жоспарын айтып үлгереді. Бомбаны жедел жәрдем көлігіне орналастырған, ал оны ұялы телефон арқылы іске қосады. Джейк көлікке оқ жаудырып, оның дөңгелектерін тесіп тастайды. Ол қалған жалдамалыларды да жойып шығады. Нәтижесінде Ломакс пен Джексон қалды. Ірі денелі жау Джейкке тап беріп, оны соққының астына алады. Біздің кейіпкер тек кісеннің көмегімен ғана құтылып кетеді. Арнайы жасақ сарбазы Джексонды әуе трапына кісендеп тастайды да, Ломакс тығылып отырған ұшақтың бортына көтеріледі. Джейк әйел бомбаны іске қосып жібере ме деп қорқады. Бірақ оған мұның енді қажеті жоқ еді. Өйткені барлық штаб басшылары қауіпсіз жерге эвакуацияланып қойған, ал оларды ұстау операциясы да басталып кеткен. Яғни террористердің жоспары ішінара жүзеге асып кеткен. Осы сәтте келген ФБР агенттері Ломаксты ұстап, қамауға алады. Ал Джейк бір сәтке отырып демін алады. Сосын Ломакстың телефонын тауып алып, Мансурдың мәлімдемесі жазылған видеоны өшіріп тастайды, оны ешкім ешқашан көрмесін деп. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Біздің шолуларымыздың толық нұсқасын Telegram каналымыздан көре аласыздар. Келесі кинотаймда кездескенше сау болыңыздар.